Адамзат тарихындағы ең сұмдық соғыстың болып өткеніне 75 жыл толды. Бірақ ұлы жеңістің ұмытылмайтыны сияқты, соғыста ұмытылмастай із қалдырды. Жеңіс күні бұл сан мыңдаған ұрпақ үшін ортақ мереке. Бұл мереке бейбітшілік пен қайырымдылықтың мәңгі жасампаздығын, отанын қорғаған жауынгерлер, солдаттар мен офицерлердің айбыны, тылдағы жеңісті жақындатқан жұмысшылардың ерлік еңбектерінің мәңгі өшпейтіндігін дәлелдейтін белгі болып қалмақ. Біздің аталарымыз бен әкелеріміздің батырлықтары мен жанқайырлықтары, олардың өз отанына деген шексіз сүйіспеншіліктері Қазақстанның бүгінгі жауынгерлері үшін мақтан тұтарлық үлгі ғана емес. Бұл бірнеше ұрпақты байланыстыратын қоғамның рухани дамуы мен ұлттық қайта өрлеудің жоғарғы адамгершілік негізі. Жеңіс күні абыройымыз бен даңқымыздың мерекесі. Табандылық пен ерлік, отанға деген сүйіспеншілік қатал соғыста жеңіске жеткізді. Сол бір сұрапыл жылдары қазақ халқы өзінің отанына деген патриоттық сезімін, ұлттық мақтанышын дәлелдеді. 500-ден аса жерлестеріміз, оның ішінде 96 қазақ кеңес одағының батыры атағын алды. Олар Бауыржан Момышұлы, Талғат Бигелдинов, Сергей Луганский, Иван Павлов, Мәншүк Мәметова, Әлия Молдағұлова және көп басқалар. Жауға қарсы шайқастар алдыңғы шептегі ұрыста ғана емес, алыстағы ауыл мен кең байтақ далада да жүріп жатты. Сол жылдары Қазақстан миллиондаған босқындарды өз бауырына аналық мейірімін тартушы, эвакуацияланған завод пен фабрикаларға, майданға керекті оқ дәрі мен азық-түлік жеткізуге арналған үлкен арсеналға айналды. Жарыстар Мәскеуде, Ленинградта, Сталинградта жүргізілді.